Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында 2-ақ ингредиенттен тұратын моцарелла сырын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге сүтімізді ысытып алу керек. Сүтімізді ысытып алдық. Саусағымызды салғанда қолымыз күймейтіндей ыстық болу керек. Енді бір ас қасық 9% сірке суымызды құйып, жақсылап араластырып отырамыз. Әзірге реакция жоқ. Екінші қасығымызды қосқанда байқасаңыздар, кішкене іріткілер пайда болып жатыр. Моцарелла сырын жасау үшін мен қолдың сүтін алдым. Піспеген болу керек және магазиннің сүті жарамайды. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз, комментария жазыңыз. Мен міндетті түрде жауап беремін. Енді бізде сырымыз бірігіп жатыр. Мінекей үлкен іріткілер пайда болды. Бірақ бізге сары су бөлініп шығу керек. Толықтай сырымыз бірігу керек. Мінекей тағы да сірке суын қостым. Мінекей сырымыз дайын болды. Суларын шығарып, сывороткамызды қайтып отқа қойып, жақсылап ысытамыз. Ысытқанда қайнатпаймыз, бірақ бетінен буы шығу керек. Сывороткамызды оттан алып, оған сырымызды салып, жақсылап қысып, созып, формаға келтіретін боламыз. Ол ыстық суға салынғаннан кейін өте созылмалы болып келеді. Қорықпай соза берсеңіздер болады. Мен дөңгелек форма жасадым. Бір литр сүттен 100 граммдай сыр алдым. Одан да көп жасағыларыңыз келсе, 5 литрлік, 3 литрлік сүттен де жасауға болады. Одан кейін дайын болған сырымызды өте салқын немесе мұзы бар суға салып алуымыз керек, формасын ұстап тұратын. Бұл сырға кішкене тұз қоссаңыздар да болады. Мен тұз қосқан жоқпын, себебі тұзсыз да өте дәмді болып шықты. Моцарелламыз дайын. Өзін де жеуге болады, немесе салатқа қоссаңыздар да болады. Каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.